Тоқтақ! Халің қалай, Рейнбоу Дэш? Мәз емес. Бейшара қандай көңілсіз. Біз не істей аламыз, а? Не істеуге болатынын білмеймін. Серігіп ал, тәттім. Соңғы уақытта өзді-өзің болудан қалдың. Айтқаның болсын. Әдепті түрде айту керек. Өз ұшқыныңды жоғалтып алдың, Рейнбоу Дэш. Мұны айтқым келмейді. Бірақ, сен көңілсіз боп қалдың. Көңілсіз! Естімейсіңдер ме? Маған бәрібір деймін. Мұнда көңілімді көтеру үшін немесе басқа нәрсеге бола келдіңдер ме білмеймін. Алайда менде бәрі дұрыс. Онымен мен айналысам. Рейнбоу Дэш, қысты үй жануарынсыз өткізесің. Не үшін бұлай істедің? Өйткені ол жылап алмаса ауыртпалықты көтере алмайды. Бәрі жақсы. Танк бір-екі айдан кейін қайтып келеді. Бір-екі ай ма? Оның ұйықтағанын қаламай. Жарай, тыныш. Жарайсың, Флаттершай. Флаттершай, оны қалай тынышталдырамыз? Сәлден соң өзі қояд, өксік болайын деді. Жақсы болып қалдың ба? Иә. Иә. Бақытсыз бейшарамай. Флаттершайдың жылағанына қарап тұра алмаймын. Мен де. Жай жүрегім елжіреп барады. Жоқ, менде бәрі дұрыс. Тыңдаңдаршы, қыздар, қоштасудың қиын екенін білем. Қатты қайғырған себебім, сен мұңаймадың. Не? Мен бе? Эпплджек ше? Эпплджектің жаны ауырып тұр, Твайлайт. Бұл шындық.